Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Әдебиеттік оқу сабағын жалғастырамыз. 60-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы алуан түрлі табиғат. Сабақтың мақсаты оқу түрлерін қолданамын, көркемдегіш құралдардың қолданысын анықтаймыз. Ойлан, кесте бойынша жауап бер. Тұжырымдар. Bir жылда 2 маусым ғана болатын ел болуы мүмкін бе? Оқығанға дейін жоқ деп ойладым, ал енді оқығаннан кейін иә болуы мүмкін. Мен тұратын жерде 4 маусым болады. Иә. Менің танысым тұратын жерде жылдың 3 маусымы болатын. Жоқ. Қаһарлы қыс қорқынышты. Оқығанға дейін иә, оқығаннан кейін жоқ. Түсініп оқы. Аяз бен Қыдыр айтысы балалар, тыңдаймыз. Қабағыма қар қатып, кірпігіме мұз қатып, қатал қыстың әмірін жүрмін жұртқа тыңдатып. Малың ықса боранда, төлің өлсе қораңда, ол да менің ашуым, ерек ескен оңарма. Айтшы, кімнің күші кем, суық сөздің сұсымен, бұлақ суын қатырдым, таяғымның ұшымен. Қыдыр. Жерді көріп тебірендім, елді көріп емірендім. Суытушы сен болсаң, жылытқалы мен келдім. Сен отырсаң күрсініп, менің қаным тіршілік. Сен шыршаны қиғызсаң, мен еккізем бір шыбық. Тау суындай тасамын, бұлақ көзін ашамын. Ақ ниетті адамға жақсылықты тосамын. Аяз. Бала да, жас, кәріде, мені сыйлар әлі де, сескенбейтін жан болса, ұшырайды кәріме. Қыдыр. Мен шығыппын шығыстан, сен келіпсің батыстан. Күндер болды ұғысқан, күндер болды қағысқан. Қарың суға айналды, мұзың буға айналды. Барлық сұсың ақыры, сескенсең де жай қалды. Мен суықтың ұлымын, қаталдықтың пірімін. Сенің жылы сөзіңнен босап кетті буыным. Қыдыр. Аяз бауырым өжетсің, мейлі күнің тез өтсін. 12 айда бір келер, мезгілге сен қажетсің. Аяз. Сен де өмірге керексің, өзгелерден ерексің. Алма кезек кеп тұрсақ, татулыққа не жетсін. Балалар, бұл мәтінде біз бұрын соңды естімеген сөздерді кезіктірдік, е балалар? Енді танысып алайық ендеше. Кәріне ұшырау, қаһарына ұшырау. Малдың ығуы, боранда малдың адасуы. Тебірену, жан дүниені толқу. Емірену, жақсы көріп мейірлену. Балалар, өлеңдегі Қыдыр ата ненің бейнесі балалар? Өлеңдегі Қыдыр ата көктемнің бейнесі ретінде келіп тұр. Балалар, бұл мәтінде Аяз бен Қыдыр айтысқан екен. Қыдыр дегеніміз ол көктем бейнесінде суреттеліп отыр, яғни көктем мезгілі. Аяз айтады, мен барлық малды адастырып жіберемін дейді. Мен суықпын, бұлақты да қатырамын дейді. Менен барлығы қорқады дейді. Ал Қыдыр айтады, сен суық болсаң, мен жылытамын, мен тіршіліктің бастауымын деген екен. Сен мұзды қатыратын болсаң, мен оны ертемін. Сен шыршаны қиғызсаң, мен бір шыбық еккіземін деген екен. Аяз айтады, менен барлығы қорқып, қорықпайтын адам жоқ деген екен. Қыдыр айтады, сен батыстан, мен шығыстан шығамыз дейді. Бірақ мен сенің бәрібірде мұздарыңды ертіп, бу қыламын деген екен. Аяз айтады, Қыдыр, сен мені жылы сөздермен денемді босатып жібердің дейді. Аяз бауырым, сен сондай өжетсің дейді Қыдыр. Сен де жыл 12 айға, яғни қысқа керексің деген екен. Сол кезде Аяз да қуанып, риза болып, екеуміз де татуласайық. Жыл 12 айда бір реттен келіп тұрайық. Осы емес пе татулық деп айтқан екен. Не балалар, көрдіңіздер ме? Аяз бен Қыдыр татуласыпты. Аяз да көктем де бізге керек. Яғни Аяз деп отырғанымыз қысты күні. Аяз болса біздің аспанымыз тазарып қалады, ауамыз тазарып, ал көктемде тіршіліктің бастауы, яғни күн жып-жылы болған кезде біздің ағаштарымыз барлығы да жердің беті иілей бастайды. Тіршілік жаңара ояна бастайды балалар. Балалар, мәтін ұнаса тапсырмаларды орындайық. 3-ші тапсырма, Аяз бен Қыдыр бір-біріне қандай сын айтады? Аяз бен Қыдыр бір-біріне сен суытушы болсаң, мен жылытушымын дейді Қыдыр.
Аяздың буыны, балалар, 4-ші тапсырма неден босап кетті? Аяздың буыны Қыдырдың жылы сөздерінен босап кетті. Анықта, 5-ші тапсырма, Аяздың соңғы сөзінен мәтіннің негізгі ойын анықта. Мәтіннің негізгі ойы татулық. 6-ші тапсырма, өлеңді рөлге бөліп оқыңдар. 7-ші тапсырма, саған қай кейіпкер ұнады? Дәлел келтіріп түсіндір, баға бер. Бізге балалар Қыдыр ұнады, ол өте мейірімді, ақкөңіл, жылы, жер жүзін құлпырған жасыл желекке бөлейді, барлық табиғат оянады. Балалар, білесіздер, бізде 4 жыл мезгілі бар: қыс, көктем, жаз, күз. Осы 4 мезгілде біздің елімізде бар. Ал балалар, сендер білесіңдер ме? Жылдың 2 мезгіл ғана кездесетін аймақтар да бар екен. Ендеше балалар танысайық. Білгенге маржан, 2 жыл мезгілі ғана бар елдер. Тропиктік елдерде жыл мезгілі әдеттегідей 4 емес, 2-ақ. Бұл жаңбырлы маусым және жаңбыр мүлде жаумайтын құрғақ маусым. Құрғақшылық айларында ағаштар мен өсімдіктер қурап қалады. Азық пен су іздеген жануарлар жүздеген шақырым жерлерге ауып кетеді. 8-ші тапсырма, біліміңді қолдан. Өлең жолдарындағы аллитерация тәсілін тауып, оны дәлелде. Мен шығыппын шығыстан. Бұл жерде балалар ш әрпінен басталып тұр өлең жолында. Босап кетті буыным. Бұл жерде б әрпінен басталып тұр. Аллитерация. 10-ші тапсырма, қорытындыла. Өлеңдегі кейіпкерлерден өзіңе қандай үлгі алдың? Өлеңдегі кейіпкерлерден өзіме мейірімді болуды, әрқашан татулықта өмір сүруді үлгі еттік. Үй жұмысы, өзің тұратын жердің табиғатын сипаттап жаз. Мысалы, балалар, әрқайсыңыз өздеріңіз тұратын жерлердің табиғатын сипаттап жазамыз. Мен Нұр-Сұлтан қаласында тұрамын. Бұл жердің табиғаты өте керемет. Қысы суық, жазы салқындау. Қыста қар қалың жауады. Аяз болып қатты суық болады. Ауасы өте таза, жазда жиі жаңбыр жауады. Маған тұратын жерімнің табиғаты қатты ұнайды. Табиғаты өте сұлу. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.